Ешқандай жұмыс жасамай айына 100 мың теңге түсіп тұратында, яғни дәл сондай 100 мың теңге пассив кірісті қалай жасаймыз? Ол үшін Қазақстан қор нарығының сайтына кіріп корпоративный облигация дегенді қарасақ, бірнеше облигацияның тізімі шығады. Сол облигациялардың ішінен жылына 22% қайтарымы бар дәл осы облигацияны тауып аламыз. Ал енді инвестиция калькуляторын алып есептейміз. Дәл осы облигацияға 3 жыл бойы айына 100 мың теңгеден салып тұрсақ, 3 жылдан кейін бізде жалпы 5 миллион 228 мың теңге жиналады екен. Дәл осы сәттен бастап инвестиция жасауды тоқтатсақ, бізде жылына 1 миллион 150 мың теңге пассив кіріс болады. Бір айға шаққанда ай сайын 95 мың 800 теңге. Бұл облигацияны сатып алып тұру үшін Жусан банктың Investments деген бөліміне кіреміз да, поисқа дәл осы облигацияның кодын жазамыз, шыққан облигацияны сатып аламыз. Бұл видео сізге пайдалы болса лайк басыңыз, сақтап қойыңыз және поделиться деген кнопканы басып, екінші досыңызға жіберіңіз. Ал егер акция, облигация, инвестиция, пассив кіріс тақырып